Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде Toyota автокөлігі. Бұл көлікте бізде мәшін қызбайды дейді. Диагностика келген болатын. Сол диагностика түсірген кезде бірнеше ошибкалар қайталанды және периодически қызбай тұр деп бізге клиенттің айтуынша сондай диагнозымен келген болатын. Ендеше қазір көлікке барып қызырып көреміз, қыза ма, қызбай ма соны көрейік. Ендеше мәшінді ашамыз. Қоп көреміз. Басылмайды. Кейде осылай қызбай қалады міне. Стопты басым, міне жасыл свет команда бар. Тормозын жіберем, қызыл. Басам, қызбайды. Команда жоқ ешқандай. Неден болады? Чек жанып тұр, компьютер диагностика түсіп тұр, бірақ ешқандай результат жоқ. Міне тағы сөндірем. Сөнді. Тағы ашам, міне. Стартер команда жоқ. Команда жоқ ешқандай. Осыны ауруын кетіретін боламыз. Проблемасын тапқан болатынбыз. Қыздар Ержан деген жігіт тапты өзін. Машин қызды. Бәрі әдемі. В общем, проблеманың барлығы мына блокиратордан болып шықты. Бұл жаңағы руль кілтейтін блокиратор ғой машиндегі. Осы жасамаса жаңағындай проблема болады. Бізде дүкенімізде ондай блокираторлар барлығы бар. Запчастьтар, керекті жарақтар соны салып әрі оқытып берген болатынбыз. Осылай міне 200-тің шаруасын бітірдік, проблемасын таптық. Диагностика барған кезде дұрыс диагностика барып диагнозын білдіртіп алыңдар. Себебі бұның алдында бірнеше жерге барып табылмаған болатын. Стартерін ашып жапқан, стартер бәрі исправный, бірақ стартерін ашып жауып новый стартер алған болатын. В общем, хабарласыңдар достар, диагностика керек болып жатса, диагностикаға салып тексеріп бере аламыз. Осылай проблемасы тапқан болатынбыз.